Ал бүгін менің қыздарым, қызғалдақтарым келіп қалыпты. Бүгінгі әңгімеміз сендердің шаштарың туралы болады. Қазір енді Айеркенің шашын бес қасқа қылып өріп сендерге көрсетейін. Я, Айерке? Біздің атам қазақ қыз баланың шашына өте үлкен мән берген. Қыз бала екі бұрымды болған. Сондықтан да шашты екіге бөліп қарап отырыңдар барлықтарың. Жарай ма? Күнекей, сендер де өсесіңдер, сендер де өстіп шаш өресіңдер. Шашы өріп үйренген қазақтың қызына өте керекті нәрсе. Айкөркемнің шашы әдемі көп өсіп келе жатыр екен. Осы немен тайма, жарай ма? Айерке? Бес қасқаға өргенде біз шашымызды екіге бөлеміз дағы, екі жағынан кезекпен кезек алып отырамыз. Мінекей бүйтіп, сонда майда шаштың бәрі қосылады. Әдемілеп тұрып өреміз. Баяғы атам қазақ 5 өрме, 8 өрме қылып өрген екен қамшыларын. Сол сияқты қыздардың да шаштары 5 қасқа деп айтылады, 3 қасқа деп айтылады. Шаштың астындағы балапан шаштарының бәрі қосылып өріледі сонда. Шаштың күтімі өте керек қыздарға. Баяғыдан қазақ даналарымыз қыздың шашына өте көп мән берген. Шашты кеспеген. Екі бұрымдар төмен жағына мінекей әдемілеп тұрып келіп өріп, төмен жағына шолпы таққан. Шолпы не деген сөз? Шолпы сыңғыр-сыңғыр етіп қыздың келе жатқан мінезін де көрсеткен. Қатты шолпылдаса, ол қыздың мінезі өте бір жеңілтек, тез қимылдайтын қыз болады. Ақырын-ақырын сыңғырласа, ол қыздың мінезі баяулы, биязы, өте керемет қыздар болған. Сондықтан да қазір мінекей біз шолпымызды тағамыз. Айеркенің жүрісін байқаймыз. Я, Айерке? Көрдіңдер ме шолпының дауысы қандай керемет? Мінекей Айеркенің шашын өрдік, шолпысын тақтық. Шолпыны не үшін таққан? Қыз баланың келе жатқан дыбысын жақсы білген қазақтар. Көрдіңдер ме сыңғырлаған, естідіңдер ме? Нәзік қана сыңғырлайды, иә қыздар? Қазақ атамыз қыз баланың шашын ешқашан жібермеген, бос қоймаған, оны жаман ырым деп ырымдаған. Сондықтан да шашты әрдайым шашты өріп, тарап, жақсы қарап жүрулерің керек, иә? Еркеназ, түсіндің бе? Енді шаштарын сендерін қарашы, кімнің шолпысы да, аяғымдікі де шолпысы әдемі. Мінекей біздің Күнекейдің шекері көрдіңдер ме? Қалай сыңғырлайды? Әдемі сыңғырлайды. Күнекейдің өзі сияқты.